Сәлеметсіңдер, құрметті оқушылар. Менің аты-жөнім Нүсіпова Айжан Боранбекқызы. Мен Шара қазақ гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Сіздерге сынар сабағым 5-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен аспан әлемінің құпиялары бөлімі бойынша сырлы да сиқырлы аспан әлемі сан есім тақырыбы. Ендеше бүгінгі сабақ бойынша жүзеге асатын оқу мақсаты тірек сөздер мен жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды анықтау, сан есімнің мағыналық түрлерін ажырата білу, сан есімді зат есімнің орнына қолдана білу. Аспан әлемі болғаннан кейін бізді сан түрлі сұрақтар мазалайтын сөзсіз. Мысалға, аспан әлемі сені қызықтыра ма? Аспандағы қай жұлдыздың атын білесің? Олар неге олай аталды деп ойлайсың? Жұлдыз жорамалға сенесің бе? Неліктен? Бабаларымыз аспанға қарап ауа райын қалай болжаған? Тағы басқа сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Ендеше, бүгінгі сабаққа арналған қысқаша бейне материалға назар аударайық. Менде сенде үнемі мазалаған әлемнің қалай пайда болғаны жайлы теориялар, гипотезалар, болжамдар өте көп. Ғарыш таңғажайып әрі құпияға толы. Планетамыздың түкпір-түкпірінде алып телескоптар бар. Олар ғарыштың әрбір бұрышын мұқият бақылауда. Аспан әлемінің қалай пайда болғаны жайлы теориялар, гипотезалар өте көп. Астрономдар қазір осыны жан-жақты зерттеуде. Әлемнің қалай пайда болғаны жайлы көпшілік мойындаған теория ол үлкен жарылыс теориясы, яғни Big Bang. Әлем 14 миллиард жыл бұрын үлкен жарылыстың әсерінен пайда болған. Ал үлкен жарылыс болмай тұрып, барлық материя, атомдар мен электрондар, молекулалар барлығы бір кішкентай нүктеге жиналған. Оның тығыздығы мен температурасы өте жоғары болған. Тіпті күннің өзінен де триллион есе жоғары болған. Яғни сингулярлық күй. Ал сингулярлық күй дегеніміз бұл барлық физикалық заңдардың жойылуы. Тіпті бұл кезде уақыттың өзі тоқтап қалады. Үлкен жарылыстан кейін нүкте жарықтан да тез қозғалады. Ал жарықтың жылдамдығы секундына 300 мың километр. Ал енді жарылыстың мықтылығын естете беріңіздер. Дәл сол сәтте, дәл сол секундта біз білетін ғалам пайда болған. Әлемнің тарихы сол кезден басталады. Былай қарасақ, 1 секунд бізге дым емес сияқты. Бірақ 1 секундта әлемде 5 нәресте дүниеге келеді. Ал темекінің зиянынан 2 адам дүниеден өтеді. 1 секунд бұл үлкен уақыт. 100 миллион жылдан кейін гелий мен сутегі бұлттарынан алғашқы жұлдыздар пайда бола бастайды. Жақсы, тақырып бойынша біліміміз біршама толықты деп ойлаймыз. Енді бейне материалды қалай меңгергендігіңді білу мақсатында бірінші тапсырманы орындайық. Осы тыңдалған бейнероликтен мазмұнын ашатын тірек сөздерді үтір арқылы дәптерге теріп жазып аламыз. Және де аталған сұрақтарға жауап береміз. Мысалға, бірінші сұрақ: әлем қалай және қашан пайда болды деген сұраққа, және екінші сұрақ: уақыттың пайдасы қандай? Жалпы біз уақытты қаншалықты пайдалы екендігін сезінеміз. Және үшінші сұрақ: алғашқы жұлдыздар қашан және неден пайда болды деген сұраққа бір сөйлеммен қысқаша түрде жауап жазып аламыз. Жақсы, тапсырманы орындап болсақ, сабақтың басында біз тілдік бағдарды айтқан болатынбыз. Тілдік бағдар ол әрине сан есім. Ендеше сан есімге назар аударайық. Сан есім қазақ тілінде 9 сөз тағы бар екендігін білеміз. Соның үшіншісі әрине сан есім. Біз алдыңғы сабақтарда зат есім және сын есімді өткен болатынбыз. Сан есім заттың санын, мөлшерін, ретін білдіреді. Мысалға, менің қолымда қанша қалам? 1 қалам, яғни қанша деген сұраққа жауап беріпті. Енді сан есімнің сұрақтарын айттық, ережесін айттық. Енді оның құрамына қарай ол екіге бөлінеді.
дара сан есім және күрделі сан есім болып екіге бөлінеді. Дара сан есім және күрделі сан есім. Дара сан есім дегеніміз тек қана бір сөзден ғана тұрса, онда ол дара сан есім болады. Мысалға, 1 немесе 2 немесе 3 деген сияқты. Ал күрделі сан есім ол әрине 35, 17, яғни кемінде 2 сөзден тұрады. Тағы бір қабат қайталаймын. Сан есімнің құрамына қарай екіге бөлінеді: дара сан есім және күрделі сан есім. Дара сан есім бір ғана сөзден тұрады, яғни 1, 2, 3, яғни қанша деген сұраққа жауап береді. Ал күрделі сан есім мысалға кемінде 2 сөзден тұрады: 35, 17, яғни қанша, нешінші деген сұрақтарға жауап беру керек. Жақсы, тілдік бағдарды меңгеріп алсақ, ендеше орындалатын екінші тапсырмаға кезектелеміз. Екінші тапсырмада сендердің алдарыңа өлең жолдар берілген. Бұл өлең жолдарын мәнерлеп оқып аламыз. Өлең жолдарының ішінен сан есімді табамыз, астын карандашпен сызамыз, және де оның дара және күрделі екендігін екі бағынға бөліп жазамыз. Бірінші, екі бағынға дара сан есімді және күрделі сан есімді екіге бөліп аламыз. Оның, яғни тапқан сан есімді дара жаққа дарасын, күрделі жаққа күрделі сан есім екендігін бөліп жазамыз. Мысалға, бір дегенім бірлік, бірліксіз болмас тірлік деген сөздегі қанша деген сұраққа жауап беріп тұрған бір, бір дегеннің астын карандашпен сызып қоямыз. Келесі, екі дегенім жаман, елім болсын аман дегенде қанша деген сұраққа жауап беріп тұрған екі. Сондықтан да екінің астын сол сияқты сан есімді тауып аламыз, астын карандашпен сызып, дара және күрделі екендігін ажыратып жазамыз. Жақсы, келесі үшінші тапсырмаға да кезек келді. Үшінші тапсырмада аспан әлемінің құпиясы неде деген тақырыпта шағын мәтін құрап жазамыз. Мәтіннің құрамында әрине тілдік бағдар бойынша сан есім болуы керек. Сабақтың басында біз айтқан болатынбыз. Бірінші алға қойған мақсатымыз біздің бүгінгі сабақ бойынша ол тірек сөздерді табу және жетекші сұрақтарға жауап беру арқылы тақырыпты меңгеру болатын. Оны біз әрине бейне материалды көру барысында бірінші тапсырманы орындаған кезде сол мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Ал екінші алға қойған мақсатымыз тілдік бағдар бойынша сан есімді меңгеру. Сан есімді меңгеру үшін біз бірнеше тапсырмалар орындадық. Ендеше, яғни бүгінгі сабақ бойынша алға қойған екі мақсатымызға да жеттік деп ойлаймыз. Бүгінгі сабақ бойынша берілетін екі тапсырма: аспан әлемі бойынша қосымша іздену, яғни қосымша дерек көздерін пайдалану арқылы білімімізді толықтырамыз. Және де 152-153 беттегі 6-шы тапсырмада берілген мәтінді оқып алып, негізгі және қосымша ақпараттарды анықтаймыз. Әрине, тілдік бағдар бойынша сан есімнің ережесін міндетті түрде жаттаймыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Маза қойып тыңдағандар.